Сәлем достар, сәлем, бүгін біз Алия, Мерейл және де біздің жаңа видеоға қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі жаңа видеомыз біздің әлі арнамызда болмаған өте қызықты рубрика. Бұл видео америкалық ютубтарда өте танымал және де көбісі түсіреді. Біз де осы видеоны көріп түсіргіміз келді. Бүгін біз әлі екеуміз өз-өзімізбен свиданияға баратын боламыз. Бұл видеоны түсінбеген болсаңыздар, біздің видеодан көріп түсінетін боласыздар. Бүгінгі біздің видеода біз екеуміз максимально өз-өзімізбен бірге барлығын өзіміз үшін жасап, солайша күнімізді өзімізге арнап өткізетін боламыз. Барлықтарыңыз видеоны соңына дейін көріңіздер, барлығы түсінікті болады. Бүгінгі біздің видеода осы күніміздің қалай өткенін көретін боласыздар. Видеоның басын кішкене кешірек түсіріп тұрмыз, если байқасаңыздар. Түнде түсіріп тұрмыз, себебі біз басын түсіруді ұмытып кеттік. Сол себептен енді осылай болады. Видео негізінен өте қызықты шыққан, күніміз насыщенно, қызық өтті және де бастысы өзімізге ұнады. Сол себептен сіздер де көріп, видеоға бағаларыңызды бере кетіңіздер. Ал давайте видеоны созбай бастаймыз. Қазір душтан шыққан болатынмын және де шашыма укладка жасайтын боламын. Шашымды негізі кеше жуған болатынмын, сол себептен бүгін жумадым. Негізі таза болып тұр, просто укладка жасаймыз, шашымды бұйралаймыз. Бүгін біз прям 100% әдемі болып көріну керекпіз өзімізге. Бүгін біз өзімізді ухаживать ететін боламыз. Өзімізбен бірге свиданияға барамыз, сол себептен давайте әдемі болып шығу керекпіз. Тез укладка жасаймын, потом боянатын боламыз. Негізі көріп тұрсаңыздар, кішкене шашым бұйра болып тұр. Өйткені мен кеше жуып бұйралаған болатынмын. Одан кейін олар түсіп кетті. Қазір қайтып бұйралаймыз. Мен кеше күшті тиктокта түсірдім. Ол тиктоктарды көру үшін әрине біздің инстаграмға және де менің тикток аккаунтыма жазылып қойыңыздар. Сол жерде бірінші болып көре аласыздар. Еще знаете, мен тикток аккаунтымда заблокировать жасаған болатын. Одан кейін менің тикток видеоларым ретке кірмейтін болып кетті ма? Бөлек жанып жатыр олар. Осылай тез бұйралап тастаймыз. Сол енді ретке кіргізу үшін көмектесіп жіберіңіздер. Қазір енді біз жиналатын боламыз, макияж жасаймыз. Ең бірінші макияждың өзі, жасаудың өзі қыздар үшін бөлек кайф қой. Мысалы, музыка тыңдап, осылай боянғанды өте қатты жақсы көремін. Көп қыздар сондай жақсы көретін шығар. Оның өзі бір медитация сияқты ғой. Көп қыздарға күшті бір әсер алады. Музыка тыңдап отырып, мен мысалы азанда да боянамын. Любой жерге барғанда сөйтіп күшті боянғанның өзі окружающийлерге ғана емес, ол өзіне де, адамның өзінің уверенностіне де. Бірінші мен қазір әңгіме айтып отырып, музыка тыңдап отырып боянатын боламын. Бірінші SPF-тен бастаймын. Бүгін бізде өзімізге күтім күні. Негізі осындай өзімізге күтім жасау деген видеоларды көп түсіре бермейміз, но сіздерге көбісіңізге ұнайтын сияқты, сол себепті көп түсіруге тырысатын боламыз. Негізі бұндай видеолар американский ютубтарда өте жиі таралған видеолардың бірі. Продуктивный өткізу күндерді, соның барлығы американский ютубта жақсы дамыған. Соны қазақ контентіне алып келу неге болмасқа, неге түсірмеске. Сіздер қаласаңыздар түсіріп осылайша көрсетіп отыратын боламыз. Күшті мотивация аласыздар. Бүгіндікке бізге план өте көп. Бұл видео бізде өзімізбен свидания болғандықтан барынша максимально өзімізді әдемі етіп, өзімізді күтіп, сөйтіп өткізетін боламыз. Мен қазір қасымды боятын болам. Деген бүгін от души ұйықтап алдық. Онда тұрдық қой. Нормально ұйықтаптық негізі. Біз үшін демалыс күні осындай 10-да 11-де тұрған. Это достижение еді. А то біз ұйықтай береміз. Короче, мен все боянып болдым. Қараңыздар қалай болып шықты. Телефон зарядкасы бітіп қалды, сол үшін зарядка қойып қойдым. И менің макияжым дайын, осындай болып шықты. Қазір енді тез киінетін боламыз. Все, біз толықтай дайынбыз. Мінекей макияж жасадым, шаш жасадым, киіндім. Сіздерге лукты потом көрсететін боламын мартқа барғаннан кейін айнаға. Және де қазір бірінші біз маникюрға баратын боламыз. Қараңыздар, мен тырнағым өсіп жүрдім осы моментке дейін. Және де бүгін күні түсіп тұр екен. Сонымен бүгін біз маникюрға баратын боламыз. Біз әлі екеуміз деген тикток көріп отырып, өз остановкамыздан қалып қалдық, сонымен қазір енді жүгіріп келдік. И вот осы бізде салон. Қазір кіретін боламыз. А7 деген салон красоты. Ал давайте кірейік.
жасап жатыр. Потом сіздерге результатын көрсететін боламын. Все, Мири, наконец-то. Болды ғой маникюрім. Далаға шықсақ, далаға деген прям аяз болып жатыр. Но менде енді маникюр бар. Қараңыздаршы, прям өзіме қатты ұнады, прям әдемі болып тұр. Қараңыздаршы, прям әдемі болып тұр. Бізде, короче, дала деген жаман суып кетті. Сонымен 8 автобус келді, отыра салдық. Негізі қараңыздар, көп адам емес, прям көп орындар бос. Қазір ең соңында отырып алғансың ғой. И Алия күтіп отырмын. Мартқа келдік, дала деген салқын. Қазір енді кіретін боламыз. Сөйтіп уже киномызға билет аламыз. Бүгін деген мартта адам көп қой, біз келетін кезде ес қуат. Biz очередьте тұрмыз. Біз деген қазір енді кино таңдап тұрмыз. Біз негізі по идее Черный пантера көруге келген болатынбыз. Мына жақта тұр, сағат 6-да. Және қазақша аудармасы екен, бірақ енді мен енді көреміз, Қазақстанда тұрамыз, қазақша фильм көру керекпіз деп қойып нақты Алия. Қазір енді билет алатын боламыз. Қазақшасы. Қазақша? Қараларымыз. 7-ші рет. 6-7 орын. Қазір біз деген енді попкорндар алуға келдік. Осы жақтың попкорндар тәтті болады. Осындай алатын шығармыз. Өзіме чипсы аламын. Су аламыз өзімізге. Енді Саламбродан бургер алатын боламыз. Өзімізге Магнум заттар алдық. Біз, короче, Саламброға заказ беріп қойдық. Енді күтіп отырмыз сол заказды. Мына жақта бізде Алия. Айтайық. Пока кино басылғанша, қазір біз енді H&M'ді аралай тұрамыз, магазиндерді көретін боламыз. Осындай свитшот көріп тұрмын, қараңыздар қандай әдемі, минималистичный, easy soul деп тұрады. Бағасы бар болғаны 8490 екен. Бұлай нормально. Қазір енді біз алған киімдерімізді киіп көретін боламыз. Үйтіп көп киімді алмадық негізі. Қазір кішкене болсын сіздерге образдарымызды көрсетеміз, есе что алатын шығармыз. Все, біз киіндік. Алия осындай өзінің свитшотын киді. Мен мынандай джинсы көрдім. Өстіп тұрмыз. Маған мынау джинсы ұнап тұр да, бірақ қыста қалай киемін деп тұрмын. Бұл негізі идеальный. Біздің негізі бүгінгі видеомыз ол өз-өзімізге қарау. Яғни біз маникюр жасап жатырмыз, мына жақта қасы шоппинг жасап жатырмыз, киноға барып, бұның барлығы адамның өзіне приятно. Андай өзіне қарайсың. Негізі көп адамдар ұмытады өзіне қарауды, сол себептен міндетті түрде қарап жүріңіздер өздеріңізге. Бүгінгі видеода біз соны сіздерге көрсетеміз. Видеоны сонда дейін көріңіздер. Біз деген киноның уақытын ұмытып кетіп, кешіп бара жатырмыз енді. Қазір Саламброны аламыз, потом барып кіретін боламыз. Здравствуйте. Бізде зал екі. Бізде Алия кіріп қойды киноға. Қазір енді мен Саламброны алып, енді кіріп бара жатырмын. Бізде екінші зал. Біз қалай ұмытып кеттік. Біз сағат 7-де басталады деп жүрсек, сағат 6-5-де басталады екен. Уже мінекей. Басталып жатыр. Зал пустой. 3, 4. Соска орын таңдаттық қой, Прям күшті орын таңдағанбыз. Мекемелерде не деп сыбырлап жүргендеріңізді білеміз. Кез келді.
везде, короче, алдымызда шалам бұру. Ё-моё, Алия, не істеватсың? Блин, қосылмағанбыз ғой. Енді біз заттарымызды алдық. Баласын барлығын жеп отырып, қазір фильм көреміз. Там күшті бұлады бізге. Ал біздің астымыз не жатыр? Басқара. Мына жаққа Алия шашты, мен попкорндарым ай. Қараңыздар, полный прям шашылған. Бізде кино бітті. Заттарымыздың барлығын тазалаймыз. Ойбай, эстетика. После титров болып жатыр. Уже көбісі шығып кетті. Біз уже шығып бара жатырмыз. Біз қазір ғана шықтық енді марттан. Біз енді шефстарға барайық деп жатырмыз. И бізге тугіз көмекке келіп, қазір енді пешком осылай барайық деп жатырмыз. Жап-жақын екен себебі. Енді қазір кофейняға барып, өзімізбен өзіміз отырамыз. Біз мерекеміз өзімізбен өзіміз күшті свидания жасап жатырмыз бірге. Қазір енді кофейняға барып, әңгіме айтып, кәдімгідей күшті болатын болады қазір. Сөйтіп бара жатырмыз. Вот и біздің шефстар. Жүреміз. Дала салқын болып тұр. Шашымыз еуіп бітті. Қазір енді кіретін боламыз. Заказ беріп қойдық. Енді күтіп отырмыз. Оказывается, мынау шефстарда біз қалаған тас та жоқ. А вот и біздің заказдар. Мен өзіме осындай смузи заказ еттім. Мерей болса өзіне глиссе заказ еттім. Және де қазір енді біз ішіп отыратын боламыз. Әңгіме айтып, Мерей екеумізде осындай күшті атмосферада. Біз уже жиналып алдық. Енді қазір осы жерден шығатын боламыз. Жақсы әңгіме айтып, Мерей екеуміз прям күшті атмосферна болды барлығы. Қазір енді сыртқа шығатын боламыз. Все, давайте, депа. Сіздерге видео ұнап жатыр деп ойлаймыз. Сол себептен давайте барлықтарыңыз лайк қойып, біздің арнаға тіркеліп отырыңыздар. Бізбен бірге күшті видеоларды көріңіздер. Біз мұнда такси заказ етіп қойдық. Қазір енді күтіп тұрмыз таксимізді. Сөйтіп уже үйге қарай қайтатын боламыз. Біздің такси келу керек. Қазір уже 1 минутта. Біз уже шыға береміз. Келді. Осымен біздің видео аяқталды. Сіздерге біздің осы видеомыз бүгінгі күніміз ұнады деген ойдамыз. Ұнаса әрине лайкпен қолдап, комментарияға өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер де біз сияқты осындай бір күндеріңізді жасаңыздар, өздеріңіз үшін өздеріңізге не ұнайды соның барлығын жасап, және жақсы көру арқылы өткізсеңіздер болады. Сіздермен болған біз Алия, Мерей. Келесі видео жолыққанша Пока-пока.